Көктемде қабылданған Қазақстан Республикасының Конституциясына енген өзгерістер, оның ішінде 11 бөлімдегі 96 бап бойынша жасалған барлық өзгерістер бәріміз білеміз. Қазақ халқы үшін, қазақ халқының мүддесі үшін енгізілген өзгерістер. Соның ішінде биыл білесіздер, жасанды интеллект жылы. Сол жасанды интеллектке байланысты цифрлы дәуірдің барлық мүмкіндіктерін қамтыған. Енді біздер білім саласында жүргендіктен осы студенттерге айтарым, жасанды интеллектті пайдаланғанда адам құқығына байланысты көптеген қауіпсіздік шараларын мұқият білуге шақырамын. Және тамыз айында келе жатқан ата заңымыздың қабылдауына байланысты өтетін сайлауда барлық жаппай білде қатысуға шақырамын. Әрине барлық осы ата заңдағы әрбір бап, әрбір өзгеріс ол өзіміз үшін, өзіміз мүддеміз үшін жасалған өзгерістер. Бәріміз қолдайық, ат салсайық.